Қайырлы күн қымбатты біздің инвесторлар, серіктестер. Бүгін енді кезекті сәрсенбінің сәтті күнінде өзіміздің өткізетін мынау компанияны жарнамалау презентациясын және сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін бүгінгі кезекті кездесуімізді бастаймыз. Криптоюнит бағдарламасы бойынша дүйсенбіден жұмаға дейін түскі 12-де қазақша, кешкі 8-де орысша жаңадан келген серіктестерге презентация беріледі. Әрине бұл презентацияға өзіміздің серіктестерде қатысқаны жөн, себебі ақпарат өзгеріп отырады. Әр спикер бізде әртүрлі өзінің жаңағы әдісіменен, өзінің манерасыменен жүргізеді. Сол үшін де біреуден естімеген бір жаңағы жаңалықтарды, бір керекті нәрселерді басқа біреуден естіп қалуымыз мүмкін. Сол үшін де күніге қатысқанымыз өзімізге тиімді. Ал жексенбі күндері, демалыс күндері барлық серіктестерге тегін оқу сабақтары әр сейсенбіде қазақша және бейсенбі күндері орысша өтіледі. Осы сабаққа қатысқандарыңыз өте керемет. Бұған енді барлық партнерлар қатысуға тиіс. Себебі біздің лидерлер әсіресе мынау қазіргі компаниямыздың жаңалықтар туралы, мынау блокчейн системасы туралы көп мағлұматтар береді. Ал енді біздің компания әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы деп аталынады. Бұл жеке инвесторлар академиясы. Бұл жерде біз бәріміз академиктерміз. Яғни қаржыға сауаттану жөніндегі үлкен білімді азамат болып шығасыз, білімді адам болып отырасыз, және өсесіз, өркендейсіз. Бұл жерде оқи отырып, осы біздің білімдерді компанияның беріп атқан, жаңағы көшбасшылардың беріп атқан білімін оқи отырып, инвестициялауға үйренесіз. Және өзіңіздің жеке интеллектіңіз, жеке біліміңіз, жеке басыңыздың жаңағы сауатыңыз өседі, өркендейді. Талаптарға сәйкес және жауапкершіліктен бас тарту деген сөзді біз былай түсіндіреміз. Ойып оқу ақпараттық өнім. Ойып деген сөз қысқартылып айтылады, оқу ақпараттық өнім. Орысшасы обучающие инвестиционные пакеты. ККИ дейді, көп деңгейлі крауд инвестинг деген сөз. Көп деңгейлі, көп сатылы, крауд инвестинг деген сөздің өзі көпшіліктің жиналып жаңағы инвестиция жасау деген сөз. Кру деген сөз, бұл бәріміздің құлағымызға өте жылы естілетін сөз. Бәріміздің қазір мақсатымыз осы круды көбейту, круды айырбастау, круды стейкингке қою деген сияқты. Бұл криптоюнит, яғни токен ішкі балы. Бұл токен деп есептелінеді. Кру деген бұл біздің ішкі жаңағы балмен берілетін жаңағы токендеріміз. Ал енді мархабат, сіздер назар аударыңыздар, біз акцияларды немесе токендерді сатпаймыз. Біз сатуға лицензиялы барлық елдерден қаржылық өнімдерді сатудың өзіндік ережелеріне сай, елдің заңдарына сәйкестендіре отырып, біз осы жаңағы акцияларымызды, токендерімізді сол заңдылықтарға сәйкестендіре сақтаймыз. Көптеген елдер ақпараттық өнімдерді арнайы лицензиясыз береді. Ал біз байлық құру мен сақтаудың негізгі қағидаларын қамтамасыз ететін, байлықты жасауды үйрететін тренингке қатысу мүмкіндігін ұсынамыз. Енді біз қаржылық немесе инвестициялық кеңес бермейміз. Өтініш, өзіңіз кешенді тексеру жүргізіңіз, немесе өз аймағыңыздағы лицензияланған бухгалтерден не қаржы кеңесшісінен өз мемлекетіңіздегі, елдегі талаптарға сәйкестендірілген растауды сұраңыз.
Мен қазір өзіміздің партнерларға айтамын, сіз әркім өзінің кабинетіне, өзінің жаңағы әмиянына, өзінің жаңа портфеліндегі құруларына әркім өзі ие болғаны дұрыс. Ал егер оны үйренемін тереңдетіп десеңіздер, қазір интернет желісі әркімнің қолында, иә, сол арқылы да үйренуге болады. Ал енді мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Салима, фамилиям Сибалиева. Мен осы жаңа әлемнің жаңа экономикалық эволюциясының тұтынушысымын. Осы компанияда жаңағы серіктестік бағдарламасы бойынша лидер менеджер статусындамын. Мен осы компанияның қауымдастығының серіктестік бағдарламасы бойынша тұрақты инвестормын. Бұны енді мақтанып, марқайып та айта аламыз. Және де мастер профи тренингінің сертификатталған маманымын. Көп деңгейлі краудинвестинг 260 марафонның қатысушымын. Мінекей Алла қаласа енді бір 3 ай қалды. 3 айда біз оны тамамдап, қолымызға құжатымызды алатын боламыз. Және Тараз қаласының кеңсесінің өкілімін. Мынау біздің отырған кеңсеміз Тараз қаласында. Ал кездесу бағдарламасы сіздерменен біріншіден инвестициялық ойлау жүйесі, жеке инвестор академиясы, қаржылық сауаттылық рөлі болып табылады. Және де жеке инвестор веб-клубы бар бізде. Өсу перспективасын көресіздер ол жерден, клуб мүшелеріне арналған бонустар аласыздар. Және жаһандық инвестициялық портфельдердің сіздер егесі болатын мүмкіндіктеріңіз бар. Көп деңгейлі краудинвестинг деген бұл жерде сіздер үлкен бизнестің егесі боласыздар. Және серіктестерге арналған бизнес тренингтерден өтуге мүмкіндіктеріңіз болады. Әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы дегеннің өзіне бұл компанияның жоспарлары қалай болады? Міне жеке инвесторлар академиясы бізде 11 жылдан бері жұмыс істейді. 11 жылы құрылған. Оның 9 жылдық тәжірибесі бар. Ғаламдық онлайн порталда жұмыс істеген. Әлі солай жұмыс істеп келеміз. Қазір мына коронавирустың кесірі ма, пайдасы ма, біз осы онлайн жұмыс істеуге әбден машықтанып үйреніп жатырмыз. Әлемнің 176-дан астам еліндегі 1.355.000 пайдаланушысы бар. Яғни салымшылары, инвесторлары бар. Ал енді инвестициялар мен қаржы салымдары 23 жылдық тәжірибесі бар оқытушылар. Бізді қазір осындай керемет ұстаздар оқытып жатыр. Енді бұл марафонның оқыту жайында ол өзінше бір үлкен тақырып болады. Біз күніге соған тоймай сусындап білімменен қазір білім алып жатырмыз. Қаржы, инвестиция және тұрақтылық өсу бойынша практикалық сабақтар жүріп жатыр. Нақты кейстер, топтық сабақтар, жеке оқу және тәлімгерлік, міне осының бәрі біздің жеке инвесторлар академиясынан сіздер ала аласыздар. Инвестициялық ойлау жүйесі деген не? Яғни инвестор болуға сіз ақшаңызды жинап қоймаңыз дейді. Сіз өзіңізді инвестор ретінде тәрбиелеңіз дейді. Міне алдарыңызда тұрған Роберт Кийосаки деген кісіні елдің танымайтын адам жоқ шығар қазір. Интернет желісінде жалпы қаржылай сауаттануға бұл кісінің үлкен еңбектері бар. Соның ішінде жаңағы өзімнің бай әкем менен кедей әкем деген сондай богатый папа, бедный папа деген кітабы бар. Және де мынау ақша ағынының квадрантын. Бұл жекелеп бізге түсіндіреді. Бұл ақша ағымының квадрантында 4 квадрантқа бөлінеді екен ақша ағымы. Яғни жұмысшы, кәсіпкер, бизнесмен, инвестор бол. Ал енді қараңыз, жұмысшы мен кәсіпкерде ақша айналымы бар жоғы негізі 10% ақша айналады екен да. Ал 90% халық осы секторда болады екен. Осы квадрантында жұмысшы менен кәсіпкер екен. 90% халық жер шарында, яғни кәсіпкер немесе жұмысшы екен. Ал олардың қолында
олардың қолында айналымда 10% ақша айналымда болады екен. Ал мына бизнесмен мен инвестор ағымында, яғни секторында, ол жақта 90% ақша ағымы болады екен да, ақшаның 90%. Ал 10% адамдар осы секторда болады екен. Енді қарап көріңіздер, қай секторда болғыларыңыз келеді? Сіз қазір қай секторда отырсыз? Жұмысшысыз ба, кәсіпкерсіз ба, әлде үлкен бизнесменсіз ба? Бизнесмен деген мынау үлкен сеть магазинов, болмаса жаңағы завод, фабрикалары бар, болмаса жаңағы системный бизнес дейміз ғой, жаңағы сетевой компаниялар, солардың үлкен лидерлері, жаңағы үлкен желілік маркетинг құрып қойған, міне осы кісілер бизнесмен деп аталынады. Ал инвестор деген бұл ақшаға жұмыс істемейді, ақша сізге жұмыс істейтін болса, ол адамды инвестор дейді екенбіз. Енді елдің бәрінің арманы осы инвестор болу. Ешкім ақшаға құл болғысы келмейді, яғни ақша маған жұмыс істеп тұрса, пассивный доход дейміз ғой, өзінен өзі ақша келіп жатса деген, ол кім болса соның арманы ғой. Мінекей осы инвестор болуға біз сіздерді шақырамыз. Яғни қаржылық сауаттылық деңгейін сіз үйрене отырып, сіз инвестор бола аласыз бізге келген күннен бастап. Мына жерде мінекей қай мемлекетте қаншалықты қаржылық сауаттылықтарды көрсетіп тұр. Ең үлкені мынау өте көк, қою көкпенен боялған 71%. Бұл өздеріңіз көріп отырсыздар, Швейцария, міне үлкен өте дамып кеткен мемлекеттер Европадағы. Және 61%-дан 70%-ға дейін бұл көгілдір түсті. 51-ден 60%-ға дейін ол көкшіл түсті. Және 41-50%. Бұл енді біздің мемлекеттер осыған жататын ұқсайды. Әлде 31-40%-ға жатамыз ба? Өздеріңіз көріп отырсыздар, мінекей ең дерегі жоқ деген сөз, ол мынау сұр түспенен боялған, ол мемлекеттер өте дамымаған екен. Міне Индия сол дамымаған мемлекеттерде тұр. Бірақ қазір біздің компанияда осы Индия мемлекетінің, үнді мемлекетінің халқы өте көп тіркеліп, өте көп салымшы болып бізде жұмыс істеп жатыр. Яғни олар ақша ғана салып атқан жоқ, олар бизнес құрып, өсіп, өркендеп жатыр. Бізде енді осының шешімі бар. Сіздер қалай біз оқимыз, қалай істейміз, қалай біз инвестор бола аламыз десеңіздер, мінекей тұлғалық өсуді, осы жерден инвестициялық курстарды алуға және бизнесті оқуға сіздерде біздің компанияда осындай мүмкіндіктер бар. Өзін-өзі дамытуға, мақсат қоюға және жоспарлауға бізде үйретеді. Қаржылық сауаттылықты арттыруға, инвестициялық ойлауды қалыптастыруға, бизнес құрудың түрлі әдістері менен стратегияларын зерттеуге бағытталған бізде тренингтер бар. Біз осы офисте осы 2 апта, 3 апта бойы үзбей жаңағы гений финансов дейді, жаңағы қаржылай сауаттылыққа біз тренинг өткіздік. Ал мына жерде табысқа жету тарихын көрсетіп тұрған мінекей әлемдік миллионерлер, мүмкін бірді жарымын танитындар шығарсыздар, Ал мына жерде табысқа жету тарихы дейді, бұл біздің компанияның лидерлері, бұның ішінде көпшілік өзімізге таныс, мінекей жоғарыда тұрған қыздар, жігіттер, міне өзіміздің Қазақстанның лидерлері, яғни президенттері, жаңағы советник президент, болмаса топ менеджерлер. Ал жеке инвесторлар VIP клубы, бұл не деген сөз? Бұл академияда алынған білім нәтижені қалай беретін тәжірибеде көргіңіз келе ме дейді. Яғни сіз қалай сіз білім алғыңыз келеді, оны қалай сіз тәжірибеде іске асырғыңыз келеді, қалай сіз жаңағы үлкен инвестор болғыңыз келеді. Соның бәрін біздің осы VIP, жеке инвестор VIP клубында ала аласыз. Яғни элиталық клуб өнімге 75% деңгейдегі
жеңілдіктер беріледі. Сіз бұл жерге кірсеңіз элиталық клубта боласыз. Және эксклюзивті ұсыныстарға ие боласыз. Және CryptoUnit бағдарламасына кіру және оның бонустарына қол жеткізуге мүмкіндіктеріңіз болады. Сол сияқты қосымша табыс көздері де осы VIP партнер болсаңыз, осыған ие боласыз. Ай сайынғы жабық жиналыстарға компанияның, енді елдің бәріне компания өзінің құпияларын, құжаттарын жариялай бермейді ғой. Сол үшін де бізде жаңағы VIP партнерларға ғана осындай өзінің жиналыстарын да ақпараттар беріп отырады. Ал мына жерде курстардың атаулары тұр, мінекей, инвестициялау негіздері, жеке инвестордың 8 ережесі дейді, капиталдандыру негіздері, яғни $1 қалайша $1 миллион жасауға алуға болады. Осының құпияларын үйретеді, және инвестордың 8 деңгейін біз білеміз, 5 деңгейін білеміз, байлық пенен өркендеу негіздері, инвестициялау нысандары мен құралдары. Мінекей, осының барлығы сіздердің жаңағы сатып алатын курстарыңызда болатын болады. Яғни бастауыш ойып деп аталынады, оқу ақпараттық пакет, орта жоғарғы білім деп бізде бөлінеді. Яғни оқу ақпараттық өнімдері бізде ойыптар. Олардың құны, мысалы, веб-клуб мүшелеріне $50. Құнын көріп отырсыздар, $50 $200 етін, бізде юнит келсе деп есепке ала бересіздер. Яғни 725 білім беру ойыпы 2125 юнит еді. Дәл қазір сіз оны $1000 ала аласыз. Сол сияқты орта білім беру 4121 ойыбы $12725 тұратын еді. Оны қазір $10,000 алуға болады. Енді қараңыздар, CryptoUnit бұл кез келген адамға минималды қаражатпен де алатын мүмкіндіктерді сіздерге мінекей көрсетіп отырмыз. Енді негізінде 2019-дың наурыз айында бізде басталды, 31 наурыз күні осы CryptoUnit бағдарламасы жарияланды. Көшбасшылары жаңағы Андрей Федорович Хабратов, негізін қалаушы CryptoUnit бағдарламасының ашылу салтанатында өзіміз қатыстық. 1 мамырдан бастап, 3 сәуірден бастап, сол бұл соның 2-ші кезеңіне өттік. Енді 1 мамырдан бастап 3-ші кезеңге сөйтіп, мінекей, қарашаның қыркүйекте 1-ші қыркүйекте 7-ші кезеңге өттік. Желтоқсанда 8-ші кезеңіне өттік. Мінекей, өзіміздің бонусымызды компания төлеп бастады. Ал енді 8-ші қаңтардан бастап бағдарламаның 2-ші даму кезеңіне, 2-ші фазаға біз өттік. Ол қазіргі және де 9 наурыз күні глобалын ішкі айырбастау іске асырылды. Қазір елдің барлығы кроуларын теңгеге айналдырып алып отыр. Инвестициялық нарықтың 20 секторы бар. Яғни сіздің жаңағы инвестиция жасағанда пакеттеріңіз қайда жұмыс істейді, не жұмыс істейді деп түсінбеулеріңіз мүмкін, кейбіреулер. Мінекей,
Бұндай жағдайда былай бір қояйын, біздің баннеріміз құлап кетіпті, иә. Білім беру, яғни бірінші мәселе білім алу. Білімсіз ешкім ешқайда өсе алмайды, иә, ешқандай тірлік жүрмейді. Сондықтан да кез келген мамандыққа сіз білім аласыз. 5 жыл оқып, 6 жыл оқып, мына медиктер 9 жыл магистратурасы бар, докторантурасы бар, 11 жыл оқып жатады. Одан да көп оқып жатады, иә. Ал бізде сіз келесіз, білім алып отырып, ары қарай практика жүзінде жұмыс жасап, бизнес жасайсыз. Екінші, көп деңгейлі крауд инвестингті дамыту секторы. Одан кейін біздің тиесілі болу арқылы жүзеге, бизнеске тиесілі болу арқылы жүзеге асырылатын бизнестегі үлкен үлескерлік меншік секторы бар. Сол сияқты денсаулық және ұзақ өмір сүру. Қазір мынау коронавирус, қанша адамдар ауырып жатыр. Бұл өте бізге қажетті сектор деп ойлаймын. Инвестициялық көлік дамыту секторы. Инновациялық көлікті дамыту секторы. Бұл біздің Skyway деген көп елден естіп келе жатқан шығарсыздар. Жарнамаларда өте көп интернетте, Skyway деген жаңа инновациялық көлікке біз 14 жылдан бері спонсировать еттік. Банк секторы бар, қор нарқы бар, валюта нарқы, криптовалюта нарқы, сақтандыру және жылжымайтын мүлік секторы, инновациялық даму секторы, ауыл шаруашылығының және фермерлік даму секторы. Бұл деген өте сондай бір жақсы сектор екен. Бұрын мен көп көңіл бөлмейді екенмін. Осы соңғы тапсырмаларда бізде марафонда осы ауыл шаруашылығы менен фермерлік, мынау теплицалық шаруашылық деген сияқты сондай тақырыптарды әбден біз оқып үйрендік. Бұл өте керемет бизнестің түрі болып есептелінеді екен. Және кәсіпкерлік, кооперативтік және әлеуметтік даму секторлары. Ал енді соңғы кездерде осы кәсіпкерлікті оқып жатырмыз, кооперативтердің түрлерін, олардың тиімді жақтарын, тиімсіз жақтарын бәрін оқып жатырмыз. Керемет біздің мына марафон МКИ 260 деген курс, оқу курсы, сондай бір ешқашан біз ала алмаған білімдерді алып жатырмыз. Және ғылыми секторлар бар. Мәдениет секторы бар, қымбат бағалы және жартылай қымбат металдар, асыл тастар, жартылай қымбат бағалы тастар. Мінекей ғарыштық даму секторы, қайырымдылық секторы, осылардың біразына мен қазір тоқталып өтейін. Енді мінекей біздің дәл қазір бізге табыс әкелетін, біздің жаңағы үлкен үміт артып жұмыс жасап жатқан секторларымыздың түрі бұл суши мастер. Бұл жапондық асхананың мейрамханалар желісі. Бұның бірнешеуі біздің Алматыдан ашылып қойды. Және басқада осы мемлекеттерден суши мастер жаңағы ресторандары ашылып жатыр. Сүнген алтын өндірісі. Алтын өндірісі мына біздің Орал, Ресейдің Орал кен орнында, тағы да басқа жерлерде осы алтын өндірісіне біздің ақшаларымыз жұмыс жасап жатыр. Және мынау киноиндустрия. Бұл киноиндустрияда да біздің 50-50% жұмыс істейді. Суши мастерде, киноиндустрияда, астындағы мынау инновациялық базальт технологиясы. Барлығы біздің компанияға 50% табысын бізге беріп отырады. Киноиндустрияға тоқталып кететін болсақ, бұл біз Индияға барған кезде жаңағы бұның негізін құраушы, жаңағы басқарып отырған, жүргізіп отырған осыны Нұрлан Мамекеев деген қырғызстандық өзіміздің бауырлас мемлекеттіктен азамат, ол қазір өзінің индустриясының табысынан бізбен бөліспекші. Себебі біз ол киноиндустрияны қаржыландырып отырмыз. Керемет кинолар түсіріліп жатыр. Оның нарқы қазір Қытай мемлекетіменен үнді мемлекеті болып келісімшарттар жүргізіліп жатыр. Тура сол сияқты инновациялық базальт технологиясы бұл керемет технология, бұл әлемде теңдесі жоқ технология деп айтуға болады. Себебі бұл базальт деген біздің қажетті мынау ағаш өнімдері, металл өнімдері, пластик дейміз ба, көптеген жаңағы біздің материалдарды алмастыра алатын материал болады. Яғни
Бұдан біз ыдыс аяқта ноутбугымыз бар ма, телефонымыз бар ма, болмаса жаңағы үйде пайдаланатын заттарымыз, мебельдеріміз, үй құрылыстарына, жаңағы төбесін жабамыз ба, еден төсейміз ба, барлығын жасай беруге болады екен. Машина құрылысына, мынау космонавтикаға, барлық жерге жарамды осындай материал болады екен. Бұл материал 5-6 рет өзін қайта өңдеп басқа заттар шыға беруге болады екен. Қалдықсыз материал болады. Бұны және де бұл материалдың жаңағы шикізаты тегін өзіміздің вулкан атылған кезде соның күлінен өңделіп жасалынатын материал екен. Міне осы завод бізде Индия үнді мемлекетінде соғылып басталды. Мынау карантин өтсе, қарқындап жұмысын осы компанияларымыздың бәрі қарқындап өзінің табысын әкеле бастайды. Ал енді осы бүкіл біздің бизнестеріміздің бәрін бір жүйеге, бір жаңағы қоржынға салып буып түйіп отырған блокчейн системасы бізде, өзіміздің компанияның блокчейн системасы қазір іске қосылды. Криптоюнит бағдарламасы не береді? Яғни, бірінші, Кру жаһандық портфеліне тең меншік иесі болуды. Екінші, адалдық бағдарламасы бойынша ай сайынғы бонус береді. Және де профи бонус алу мүмкіндігі бар. Бұл айттым, жаңағы біздің үлкен завод фабрикаларымыздан, жаңағы үлкен бизнестерден түсетін табыстың дивиденді деп түсініңіздер. Реттелген және ашық қаржыландыру, активтерді арттыру есебінен кру құнының өсуі, біз тек қана дивидендке өмір сүрмейміз, және крудың құны мынау нарықта өсіп жатады. Сол жөнінде біздер табыс көреміз. Крудың әлемдік мерчендайзинг айналымға түсу мүмкіндігі. Бұл кәдімгі нарыққа, сатылымға түседі. Яғни круды біз теңгеге, долларға, рубльге сияқты айландырып, алмастырып алатын мүмкіндігіміз болады. Ал енді жеке инвесторлар академиясы бірнеше қадамдық нұсқауларды меңзейді. Бірінші қадам, тегін тіркелесіз. Бұл жерге келген кезде. Екінші, веб-клуб мүшесі боласыз. Сөйтіп бонустар аласыз. Компания дәл қазір кешеге дейін 350 криптоюнит өзінің бонусын сыйлық етті. Енді бүгін тағы да жариялайтын шығар, қанша беретін. Ешқашан компания бізді құралақан қалдырған емес. Үшінші қадам, өзіңіз үшін ыңғайлы ойыпты таңдап аласыз. Төртінші, ары қарай енді бизнес жасайсыз ба, ылғи сатып ала бермейсіз ғой. Сондықтан да бұл жерден, жоқ жерден бар жасап, тиыннан үлкен қаржы, үлкен табыс жасайтын мүмкіндік бар. Ал сіз оқи отырып, дәл қазірдің өзінде табысқа ие болатын мүмкіндігіңіз бар. Бұл көп деңгейлі краудинвестинг. Яғни, міне жерде қазір сіздерге көп деңгейлі бизнес пенен біздің инвестициялық бизнестің екеуін салыстырмалы түрін айтып өтейік. Яғни, көп деңгейлі бизнес деген, мынау системный бизнестердің барлығын айтамыз, сол сияқты біздің бизнесте сол системный бизнеске жатады. Себебі біз көпшілік арқылы бір-бірімізге ақпарат бере отырып, жаңағы өзіміздің организациямызды құру арқылы біз өсеміз. Қол жетімді оқу. Көп деңгейлі бизнесте үйде жасалатын бизнес, үйде отырып шақа бармай-ақ, өзіңізге директор боласыз, яғни бастығыңыз болмайды, ешкімнің айдауымен жүрмей-ақ, өз бизнесіңізді өзіңіз басқаратын, өзіңізге қызметкер болыңыз дейді. Яғни біреуге қызмет жасамаңыз, өзіңізге қызмет жасайтын мүмкіндік. Интернет арқылы жұмыс істеуге болады. Шексіз табыс табудың мүмкіндігі бар. Бұл жерде әркім өзінің істеген жұмысына қарай, өзінің қимылына қарай, әрекетіне қарай жаңағы өзінің табысын көреді.
көп істеген адам тез жетістікке жетеді, ал аз істеген адам баяу жетістікке жетеді. Халықаралық бизнес екен. Бұл жерде, мысалы, сіз өзіміз қалада отырып бір кішкене магазин ашсаңыз, сіз сол қаланың ғана бизнесін жасайсыз, ал мына жерде бір ғана жаңағы пакет, оқу пакетін алсаңыз, сіз халықаралық бизнестің егесі боласыз. Және армандарыңыз жылдам орындалады. 12-60 айда миллион табу мүмкіндігі бар. Ал енді инвестициялық бизнесте бұл инвестиция жасай отырып, өсетін бизнес, бұл жерде инвестициялық кеңес беруді үйретеді. Яғни, жаңа $1 қалай $1 миллион жасауға болады, қайда салуға болады, қалай көбейтуге болады. Инвестициялық құралдар оған қосымша тең меншік иесі боласыз. Яғни, компанияға сіз компанияның құны өссе, сіздің де құныңыз өседі, жаңағы қаржыңыз өседі. Яғни, өспесе, сіз кейде өспейді деген сияқты. Өз капиталыңызды жылдам ұлғайту мүмкіндігі бар мұнда. Және өз активтеріңізді басқару мүмкіндігіңіз бар. Сатасыз ба, айырбастайсыз ба, болмаса көбейтесіз ба, стейкингке қойып. 24-60 айда құны $1 болатын, $1 миллион болатын актив жасау мүмкіндігіңіз бар. Қандай керемет, биік мәртебенің иесі боласыз. Әрине, 14 жылдан бері біздің жеткен жетістіктеріміз. Әлем бойынша 750 мыңнан астам белсенді серіктестеріміз бар. Дүние жүзі бойынша 175 мемлекетте біздің бизнесіміз жүріп жатыр. Президент мәртебесін алған 75 серіктестігіміз бар. Біз 11 тілде сөйлейміз. Яғни біздің компаниямыз әлемнің негізгі 11 тілінде ақпарат береді. Жаңа біздің кабинеттерімізде 11 тілде барлық жаңағы сөйлей алады. Желіге 96.398.724 02 юнит бонус ретінде берілді. Яғни ол компанияның біздерге төлеген жаңағы бонустары. 5 жылда 1.359.000-нан астам жаңағы адамның басын қостық. Айына 19 мың, 20 мыңдай адам, күніне 666 мың, сағатына 27 адам, әр 2 минутта бір адамнан бізге тіркеліп отыр. Ал енді табысқа жету тарихы, мінекей алдарыңызда көріп отырсыздар, көпшілігі шетелдің азаматтары. Бұның ішінде менің өзім танып отырған, міне итальяндық, вьетнамдық, Америка, Индия, өзімнің таныс лидерлер, мінекей араб мемлекетінің азаматтары. Және де өзіміздің мына Қазақстанды азаматтар. Ал енді көп деңгейлі крауд инвестинг бизнесінің артықшылығына тоқталайық. Үйде жасалынатын бизнес, үйде отырасыз, әркімге жаңағы өзіңіз бірінші оқисыз, үйренесіз, жайлап біреулерге ақпарат бере отырып, оларды инвестиция жасауға шақыра отырып, сөйтіп өсіп, үйде өзіңіз басқарасыз. Халықаралық бизнесіңіздің 0-ден бастауға болатын мүмкіндігі бар. Табыс табудың шексіз әлеуеті бар мұнда. Мен өзім бұл жерге келген кезде мен бір тиын ақша салған жоқпын. Қарызым көбейіп кетті. Айдан айлықтан айлыққа қарызымды төлеп қуып жете алмайтын болғаннан кейін осы компанияға келіп жұмыс жасай бастадым. Бір айда барлық қарызымнан құтылдым. Сөйтіп 0-ден бастап мен осы жерден керісінше ақша салу емес, мен бұл жерден күнкөрісімді, жай жағдайым жасауға мен бұл жерден табыс көріп жатырмын десем болады. Және бірнеше табыс көздері бар. Бірегей бизнес моделі деп айтуға болады. Бүкіл желіге зор ықпал етеді. Ал енді біздің жобаға қалай қатысуға болатынын мен сіздерге айтайын. Міндетті түрде тіркелесіз, верификациядан өтесіз, құжаттарыңызды тіркеп, жаңағы мекен-жайыңызды, құжаттарыңызды бәрін тіркейсіз, және бизнеске маркетинг желісі бойынша қатысып жұмыс істесеңіз болады. Жоқ, мен қатыспаймын деген бізде инвесторлар бар. Ақша саламда отырам, ешкімге айтпаймын.
тіпті жақсы. Отырыңыз. Бір өзінің уақытысы келген кезде 360 күннен кейін сіздің криптоюниттеріңіз бұғаттан босатылып, табысыңызды көре бастайсыз. Ал енді сіз осыны жүзеге асырыңыз. Және студенттерге сыйлық. Мынаны қазір білмеймін. Сыйлықтар екен, VIP клуб мүшесі болған кезде сіздерге кеше күнге дейін, бүгінге дейін 350 кру балы сыйлыққа берілді. Әр сейсенбіде инвестициялық сауаттылық бойынша тегін тренинг өткізіледі. Және үшінші сыйлықтың түрі әр бейсенбіде көп деңгейлі краудинвестинг бизнесі бойынша қайда кетті? Бизнесі бойынша тегін тренингтер өткізіледі. Ал енді біздің миссиямыз қандай? Бұл біздің миссиямыз әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы деп атының өзінде тұр. Біз мынау долларға құл болуға, болмаса жаңа басқа да ақшаға құл болып жұмыс істеп, бәрінен жаңағы банктік жаңағы өсімдерден, болмаса жаңа пайыздардан, қызмет пайыздарын төлеуден, бәрінен арылғымыз келсе, мінекей біздің жаңа экономикалық эволюциясы бізге өте қауіпсіз, өзі жақсы қорғаныста, басқаратын өзінің көмегі бар, өркендеу мен бақытқа ие болатын, армандарыңыздың орындалуына мүмкіндік беретін осы біздің байлықтың ғаламдық деңгейлі бөлінісі деп айтуға болады. Яғни қауіпсіз, сондай экологиялық таза деп айтсақ болады. Бізді бақытқа кенелтетін бизнес осы бизнесте. Ал бұл бизнес бізде 3 құрамдастық бөлімнен тұрады. Біріншісі оқу. Міндетті түрде біз оқымай, білмей, біз ешқашан өспейміз, өнбейміз. Ол енді түсінікті нәрсе. Қай салаға келсек те біз бірінші оқып үйренуіміз керекпіз. Ал енді көп кісілер, үлкен кісілер, ой, менде ес қалмады ғой, менде жаңағы есіме сақтай алмаймын, қаяқтан оқу деп атасыздар. Жақсы, сіз кәдімгідей күнделікті сабаққа отырмай-ақ қойыңыз. Жайлап тіркеліңіз, кабинетіңізге кіріңіз, сөйтіп күнделікті жаңалықтарды оқи отыра, сіз оқисыз. Күнделікті жаңалықтармен таныса отыра. Сол сияқты теңменшік иесі бола аласыз. Яғни компанияда өзіңіздің жаңағы үлесіңіз болады. Енді бұл жерде үшінші құрамдас бөлігі ол бизнес. Бизнеске мінекей біздің үлкен спикерлеріміз, біздің жаңа директорский состав дейміз ғой, жаңа директорлар, президент кеңесі мінекей біздің осы компаниямызды басқарып жүр. Біздің өзіміздің мемлекеттен мына Жәмила Жүсіпбекова серіктестік бағдарламасы бойынша президент Қазақстаннан, біздің мақтанышымыз, өте еңбекқор, біздің өзіміздің ұстазымыз, осы кісінің артында жүріп, бәріміз үйреніп, өсіп, өркендеп жатырмыз. Қандай шешімге келдіңіз? Енді қандай шешімге келгеніңізді қазір бізге жазсаңыз, бізге қосылғыңыз келе ме, оқыңыз келе ме, өскіңіз келе ме? Бәрін бұрынғыша қалдыра аласыз ба, әлде мыналарды аласыз ба дейді. Қаржылық және инвестициялық білім алғыңыз келе ме? Пассивті табыстың бірнеше көзіне ие болғыңыз келе ме? Пікірлестер қауымдастығының мүшесі болғыңыз келе ме? Активтер құру мүмкіндігіне қалай қарайсыз? Мұра қалдыру мүмкіндігіне қалай қарайсыз? Біз мені 50 жыл, 60 жыл өмір сүрдік, қашан бізде біздің әке-шешеміз, болмаса ата-бабамыз бізге мұра қалдырды ма? Ал біз өзіміз қалдыра аламыз ба қазір мынандай жағдайда? Кімге сенеміз? Тек қана біздің компания бізге осындай барлық мүмкіндікті береді. Сол үшін де бізбен бірге болғандарыңыз дұрыс болар еді. Ал енді сұрақтарыңыз болса,
Дыбыс жоқ дейді. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен жауап беруге тырысамын. Кәнекей, 25 кісі қатысып отыр екенбіз. Жақсы. Қазір енді дыбыс естіліп тұр ма? Естіліп тұр ма? Дыбыс естіліп тұр ма? Естіліп тұрса, 1 деген санды қойыңыздаршы. Енді компанияның жаңалықтарыменен біздің кабинеттен танысасыздар. Жаңадан келген кісілер болса, кәнекей мен көргім келеді. Қанша кісі қазір қатысып отқан 25 кісінің ішінде жаңадан бірінші рет тыңдап отырған кісі болса, бірді қойсаңыздар. Бұл дыбыс естіліп жатыр, де? Дыбыс естіліп жатыр. Ал енді жаңадан келген кісілер болса, плюсты бассаңыздар. Бірінші рет келіп қатысқан. Бүгінгі менің айтқан ақпараттарым сіздерге қаншалықты түсінікті болды, соны білгім келіп отыр. Жаңадан келген кісілер болса. Барлық жаңалықтар біздің кабинетімізде бар. Егер түсінбегендеріңіз болып жатса, онда сізді шақырған кісілер бар. Сол кісілерменен жақсылап, асықпай отырып, компанияның бар мүмкіндіктерін сұраңыздар. Бұл жерден қалай өсуге болады, қалай аз уақыттың ішінде үлкен қаражаттың иесі бола аламын, қалай портфелімді үлкейтемін, қалай тез білім аламын деген сияқты сұрақтарыңыздың бәрін сіздерді шақырған кісілерге қойсаңыздар болады. Олар жаңадан тіркелген кісілер болса, олардың үстіндегі шақырған кісілер бар. Мінекей, сөйтіп барлық ақпаратты толығымен алыңыз. Бұл қазір 21 ғасырдың жаңа бизнес түрі. Көп деңгейлі краудинвестинг, көп деңгейлі краудинвестинг деп аталынады. Жаңа экономикалық эволюция, әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы. Біз бұл компанияда болғанымызға сонда мақтанышпен айтамыз, қуанамыз, өзімізді бақытты сезінеміз. Бұл компания болмай көпшілік сияқты үйде карантинде отыратын, қашан мемлекет маған 42 мың төлейді екен, осы айда төлейме екен, төлемес пе екен деп қанша кісілер қазір тамағы таусылып, жұмыссыз қалып жатыр, иә? Аллаға шүкір, бізге осындай компанияны жібергеніне. Бізбен бірге болыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, осыменен аяқтайық. Өте жылдам айтып шықтым ғой деймін. Уақыттан тез аяқтадық. Сұрақтарыңыз жоқ қой, мақұл, онда жақсы, келесі кездескенше. Рахмет, Марат. Рахмет, сізге де рахмет. Егер бәрі сізге түсінікті болса, сізге тиімді болса, сіз осы менің ақпаратымнан кішкене болса да анау теңізге себелеген жаңағы бүршік ретінде кішкене болса да себебімді тигізсем, мен онда бақыттымын. Сау болыңыздар. Рахмет.